Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай көбейту кестесі ойынын көрсетемін. Бұл ойын тек қана 2 слайдтан тұрады. Бірақ осы 2 слайдтың өзінде біраз заттар бар. Яғни бұл ойын PowerPoint-та жасалған. Мына жерде бірінші титулный бет бастау деген батырмамен мына слайдқа өтеді. Осы жер бізде главный осы. Енді мына жерде кім жылдам деп жазып қойдық, өйткені бұл ойынды жарыстыру арқылы жасаймыз. Мына жерде мақсат, арман, медет, арнұр деген сияқты оқушылардың аттарын жазып қойдым. Енді сіздер өздеріңіздің оқушыларыңыздың аттарын жазасыздар осы жерге. Мысалы мына жерде мақсатты өшіріп жазуға болады. Барлығы өшеді, барлығы өзгереді. Осылай өшіріп жазасыздар. Немесе 4 топқа бөліп солай жарыстыруға да болады. Мынаны басқан кезде мына жердегі көбейту кестесіндегі сандар ауысып отырады. Сол арқылы мына жерде оқушыларды бағалаймыз. Енді мен ашып көрсетемін, содан соң қалғанын көрсетемін. Енді показ слайдпен сначала деп ашамыз. Бастау деген батырманы басамыз. Мына жерде оқушылардың несі тұр, міне балдары. Енді оны 0 ету керек бізде. Мысалы, міне осыны басатын болсаңыз 0 болады барлығы. Енді ойынды енді бастаймыз ғой. Мына жерде мысалы 4-ті көбейтеміз 9-ға. Қайсысы оқушы бірінші айтады, соған балл беріледі. Мысалы, медет айтса, медетке 1 балл. Келесі 8-ге 7-ні көбейтеміз, кім айтады? Арнұр айтады. Мысалы, Арнұрға 1 балл. Келесі тағы да Арнұр, мысалы, одан кейін Айнұр деген сияқты. Мына жерде көбейту кестесінде бір шыққан не қайтып шықпайды, осылай ауысуға береді. Енді мынау қалай шығып жатыр, соны көрсетіп өтейін. Мынау бізде қазір 10-дық неге дейін бар. Мен осыны мысалы қазір көрсетейін. Осы жерде міне айтып өтейін. Мына жерде бізде вид деген бар. Осы видтен макроси деген бар. Осыған басамыз. Осы жерден изменить дегенге басамыз. Осы жерде міне мына жерде тұр. Міне 2 мен 10-ның арасындағы сандардың көбейтіндісін шығарып береді деген. Міне 2, міне 10. Енді сіздерге мысалы 10 қызық емес, 10 керек емес болатын болса, 9 деп аламыз. Сонда 2 мен 9-ның арасындағы, яғни көбейту кестесіндегі 2 мен 9, 2-ның және 9-ның деген сияқты ғой, в общем. Осыны аламыз, и мына жерде сохранить деп басамыз. Енді бұл жерде қазір 10 шықпайды, енді тек қана 2-ден 9-ға дейінгілер шығады. Міне көрсетейін. Міне уже 2 мен 9 ауысады, 2 мен 9-ның арасындағы сандардың көбейтіндісін шығарады. Мынаны бұлай етіп 0 етіп аласыздар, и осылай ойната бересіздер. Тағы да қай жерін өзгертіп, былайша айтқанда айтатын басқа не жоқ. Мына жерге оқушылар жазып, топты жазып, осылай ойнатсаңыздар, жарыстырып ойнатсаңыздар өте қызықты. И осы әдіс арқылы мына көбейту кестесін оқушылар тез жаттап алады. Осы әдісті пайдаланыңыздар, назарларыңызға рахмет.